21-4 әскери бөлімінің 3-ші танк батальон жеке құрамы Матабұлақ полигонында танк Т-72 қаруынан штаттық атыста жүргізуде. Атыс сабақтардың басты мақсаты экипаж жеке құрамының ұжымдастыруы және де танк Т-72 қаруын жетік білуі, алда шыққан нысаналарды жою болып табылады. Экипаж жеке құрамының білімін іс жүзінде көрсету және де әскери дағдыларды арттыру болып табылады. Алдағы уақытта оқу жаттығуларда танк экипаждары жақсы нәтижелер көрсетеді деген ойдамын. Қатардағы жауынгер Молдақа Шыңғыс Дүйсенәліұлы. Гвардейск гарнизонындағы 21-4 әскери бөлімінің 3-ші танк батальонында әскери қызметінде өткеру үстіндемін. Бүгін Т-72 танк қару-жарағынан штаттық атыс жаттығуларын орындап болдық. Осы сәтті пайдалана отырып, анама, әпке қарындастарыма, тәтелерім мен әжелеріме сәлем жолдай отырып, 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен құттықтағым келеді. Сіздерге тілерім тек зор денсаулық, ашық аспан, көңілдеріңізден шаттық кетпесін. Отан алдындағы борышын өтеу бұл әр ер азаматтың қасиетті борышы. Ал ұлдарыңыз сол борышын абыроймен атқаруда. Мен үшін алаңдамаңыздар.